Ассалаумағалейкум, сіздермен ауылда гараж. Бүгін бізде мына бір 91 жылғы Nissan Maxima автокөлігінің 6 цилиндрлі грэм мен G30 деп аталатын қозғалтқышының головка прокладкасын, масляктарын, грэмдерін қалай ауыстыру керектігі жайлы көрсетейін деп отырмыз. Коллектор, форсунка, проводтарын бәрін шешіп тастадым. Негізі бұл көлікте видео түсіремін деп ойламап едім. Өйткені біздің арнада бұндай видеолардың статистикасы өте төмен, көрерменге ұнамайтын шығар деп бұндай видеоларды мүлде түсірмеймін деп ойлап жүр едім. Бірақ ағаларым айтып, бір адамның болса да пайдасына жарап қалар, түсіре бер дегесін түсіріп бастадым. Жалпы жағдайы глушительден ақ түтін шығып тұр, су азайып кетеді, май азайып кетеді. Негізі кольцасын ауыстыру керек, бірақ біз ауыстырмаймыз, өйткені мына мотордың бір цилиндрінде выработка бар. Соның үшін асты жағына өтпейміз, тек үсті жағында ғана жұмыс жасаймыз. Крышкасын ашып қойдық, мына жақта ішкі ондық алян, мынау сияқты міне. Осыны ақырындап ашып бастаймыз. Головканың болттарын дұрыс босатып дұрыс қатыратын болса, ол головканы жондырудың керегі жоқ. Оның үшін сыртқы болттардан бірінші ашып бастаймыз, ішке қарай спиральмен айналамыз. Қатырған кезде дәл солай ортасынан бірінші ортаны қатырып, сосын сыртқа қарай айналсақ, головка бізде бір тегіс майысады, су, май бәрі орнында тұратын болады. Оны қисық алянның басын кесіп тастап, головкаға кигізіп, изолентамен орап қойдық, түсіп кетпесін деп, енді бұйырса осылай ақырындап ашып бастаймыз. Болттардың бәрін шешіп алдық, бірақ мына жақта мына болт міне тиіп қалды мына коромысльдің корпусына. Мына жақта да екінші болт тиіп тұр. Негізі коромысльдің бәрін шешіп алу керек еді, бірақ мен головканы шашқым келіп отқан жоқ. Қазір головканы ақырын көтеріп тұрып, болттарын босатып, толық головканы шешіп аламыз. Головканы шешіп алдық, ішінде қалған сулар поршының үстіне төгілді. Неге өйткені бізде блокта су төгетін жер жоқ еді. Ең төменгі нүкте бізде помпа болатын, помпаны шешіп отырғым келмеді. Өйткені бізде антифриз. Егер су болса, кольцаның арасына кіріп тат басып қалуы мүмкін. Қазір енді сулардың бәрін алып тастаймыз. Біздегі жағдай былай болып тұр, міне мына цилиндрдің іші гезі нормально тұр, ал мынау бізде міне қарайып мына жақтарынан су жіберген сияқты міне. Именно судың жолдары қарайып жол жасап алған уже. Осыдан су жіберген шығар деп ойлаймын. Мына жағында головкасын шешіп алдық. Жалпы бұл жақта да осындай жағдай болып тұр міне. Прокладкадан міне судың жанынан жіберген сияқты міне. Іш жақтары кәдімгідей тат басып көрініп тұр. Су өз жолын жасап алған. Жалпы осылай қазір майларын жақсылап суларын тазартамыз. Май су кірлерді тазартып, гезінің ішін майлап, поршынды 5-6 рет жақсылап айналдырамыз. Өйткені ішіне кір, шаң, тозаң тұрып қалуы мүмкін. Соның бәрін шығарып тастап, қарсы тазалап отырамыз тряпкамен. Не үшін ол? Өйткені кольца бізде ертең бәрі жабылған кезде, ішіне бір от жанған кезде кольца қысып қалуы мүмкін. Сол кезде бізде май жеп кетеді. Көп адамдардың қателесетін жері осы, головка прокладка ауыстырғасын май жеп кетеді. Өйткені поршынның ішінде шаң, тозаң, кірдің бәрін қалып қойғасын, осындай жағдай болады. Жақсылап майлап үстін пакетпен жауып қойдық, енді клапандарды протирк жасай берсек болады. Коромысл компенсаторларды шешіп алып, мына жаққа қойып қойдық. Енді ақырын пружинаны басамыз, бұйырса міне. Қазір көрініп тұр мына жерде міне. Осылай пружинаны басып, ақырын мына жердегі тырнақты магнитпен тартып аламыз. Мына клапаннан аздап, мына клапаннан да аздап, ал мына клапаннан толықтай маслягынан май жіберіп тұрған. Клапандарды ақырындап аламыз. Сәл қысып тұр екен, масляк қатып қалған. Шықты міне. Май камераға көрініп тұр ма білмеймін. Жылтырап тұр міне жерлер міне. Майды қалай болса солай құйып тастаған. Көрініп тұр ғой деймін, иә. Екіншісі бізде міне. Алайық екіншісінде. Мынаңда масляға қысып тұр, кәдімгідей жібермей жатыр. Қазір. Қазір. Шықты міне. Мына жақтан да құйып тұр міне май. Көрініп тұр ғой деймін, по-моему. Үшіншісі бізде жұмсақ шықты міне. Жалпы жағдайы міне. Мына біреуінде аздау, мынада кішкене көбірек, мына вообще от души құйып жатыр. Протирк үшін клапанға келетін шлангыны шурупайвырттың насадкасына ілдіріп аламыз, сосын шурупайвыртқа салып, ар жағын клапанға ілдіреміз. Клапанның шлактарын кішкене пышақпен қырып тазалап, протиркінің пастасын ақырындап жағамыз. Пастаңда шығу қиындау енді. Осылай ақырындап жағамыз қазір.
примерно көбірек жағып, қазір мен осылай клапанды орнына саламыз. Шұрпай ортқа ілдіріп алып, ақырындап айналдырып бастаймыз. Оны осылай тартамыз. Темірдің дауысы кішкене естіледі, желініп жатқан. Осылай асықпай бәрін протез жасап шығамыз. Бір рет мына клапанға протез жасадық. Клапанның өзі нормально шыққан сияқты, міне. Бір тегіс, әдемі. Ал мына жақта бірақ головкада мына жерде қазір камераға көріп тұр ма, міне. Міне көрінді ғой деймін, міне мынандай кішкентай майда тесіктер қалып қойды. Маған бұл ұнамай тұр. Осының бәрін тағы да бір рет протез жасап жіберемін қазір. Көрем қалай болады, кете ма, кетпей ма. Міне екінші рет протез жасап қойдық. Нормально шыққан сияқты, әдемі болып тұр, бір тегіс. Негізі протезканың өзінің бір градустарын айтып жатады елдер, бірақ мен оны түсінбеймін, оны ізденгенде жоқпын. Бір тегіс клапан головкаға жатса болды деп ойлаймын. Екінші клапанның жағдайы міне мынадай. Бұл клапан вообще мына головкаға тимеген сияқты. Жылтырап тұрған жері жоқ, бәрі жері қап-қара шлак болып жатыр. Міне протезкадан кейінгі жағдайы нормально сияқты. Бір тегіс бәрі жеріне айналып тұр, міне. Жалпы осылай бәрін әдемілеп протез жасап шығамыз. Протезканы бітіп, головканы бір қатар тазалап жуып қойдық. Қатты әдемілеген жоқпыз. Жалпы көрінісі осындай. Қазір бұйырса маслек басайын деп отырмыз. Маслектен алдым пружинаның астына тұратын, мына жерде тұратын, міне. Шайбаларды міндетті түрде салып алған дұрыс, өйткені кейбір маслектерден шайбалар өтпей қалып жатады. Қиындық тудырмау үшін алдымен шайбаны салып аламыз. Оның үшін әдетте мен шайбаның астына май тамызып шығам. Бұл енді қатты негізгі нәрсе емес. Бірақ та мен постоянно осылай істеймін. Шайбаларды кигіземіз енді үстіне. Бұл жерде ішінде екі пружин болады. Іш жағында кішкентай пружин, сыртында дәу пружин. Ішінде тағы бір шайба жүреді. Бір жағы кішкене шайбасы мынандай болады, міне. Мына втулкадан өтпейді. Мына жақтікі бұл. Мына жағы втулкасы жіңішкерек, мына жағы қалыңдау болады, міне. Мынаға сыймайды бұл. Мына жағына саламыз, міне. Мына жағына өзінікін саламыз, мына жуандауды. Осылай бұйырса қазір маслекті қағып тастаймыз. Бізде міне маслектердің екеуі екі түрлі. Біреуі кішкене жуандау, мынау жіңішкелеу, міне. Бүйтіп салып көреміз. Мынаған мынау келмейді, міне. Ал мынаған кішкене міне кіретін сияқты болады. Осыны осы жағына саламыз. Мына дәуді мына жағына саламыз. Дәу толық резина бұл. Мына жерлерде резина, міне ішінде темір жоқ. Кішкене осыны байқау керек. Тек сыртындағы мына сым ғана қысып тұрады. Мына жер резина, міне көрініп тұр ма? Басқан кезде жұмсақ. Байқау керек, жырталмау керек. Ал мынау бұл қаңылтырмен қапталған. Қорқыныш жоқ. Қазір енді мына сыртына келетіндей головка, 10-ық головка келеді. Мынаған міне артына бүйтіп салып аламыз да. Міне плотын тұрады. Осымен қазір басамыз бұйырса. Ал анаған 12-лік келеді, міне. 12-лік келгенде 11-лік келмейді, мынаған 12-лік сәл үлкенірек болып тұр. Қазір енді осымен бірдеңе қылып саламыз. Сымдап бастаймыз, міне. Қойып аламыз. Мына жер енді ашық, қатты негізі қиындау болмайды. Ұрмай-ақ қолмен әшейін итерсек кіру керек негізі. Болды, түзіп түскен сияқты. Мына жерден көрініп тұр ғой головканың беті. Головканың түбінде тұратын маслектер кішкене қиындау болады.
Қазір клапан салып жатқан кезде тағы да бір қатар көреміз қалай тұрғанын. Мына жағындағы масляк кішкене біртүрлі масляк, бұл толық резина болғасын бұлқылдап тұрады. Формасы қисайып кете береді. Кішкене байқап салу керек, жырта алмай. Көрейік. Болды, осылай қысық болады өзі. Масляктарын салып біттік, енді клапанды кигізу керек. Жалпы клапанның басына мен постоянно май тамызам. Маслякты жыртып жібермеу үшін. Осылай кішкене майлап клапанды саламыз. Мына головкада масляктардан қисық салынып кетуі мүмкін емес, өйткені мына жерде ашық көрініп тұр, арқайын жұмыс істейтіндей. Жалпы басқа головкалерде тереңде тұратын масляктар болса, кішкене көз жетпеуі мүмкін, қисық тұрма, түсі тұрма. Клапан салып келе жатқан кезде былай қарауға болады міне. Түзу тұрса, клапан былай масляктың шеттері бір тегіс болып тұрады. Егер масляк қисық қағылған болса, бір жақ қарай клапан бүйтіп тартып тұрады нагрузкамен. Бір жағы қысылып тұрады, бір жағы ашылып тұрады. Клапандардың орнына салып болдық. Енді пружин тұратын шайбалардың үстіне май тамызып жіберемін кішкене. Негізі қатты қажет емес бұл, бірақ кішкене сақтық жасаймын осылай. Сосын пружинасын саламыз. Енді пружина мына жерде ішкі пружина, мынандай кішкентай пружина. Пружинаны байқап отырсаңыздар, мына жағында кішкене шагы жақындау, мына жағы алыстау. Негізі мынандай пружина келетін болса, мен постоянно мынаны төмен қаратамын, мына жағын міне. Екеуі жақын болып тұр, көріп тұрсыздар ма? Мына жағында ондай емес, ашық. Не рөл атқаратынын білмеймін, бірақ мынандай пружина келсе, төмен қаратып салам постоянно. Сыртқысы да осындай мына. Мына жағында міне, мына екеуі жақын тұр. Ал мына екеуі бізде алыс тұр. Мына төмен қаратып саламыз. Осылай салып, бетіндегі мынаны да майлап жібереміз. Осылай басамыз енді. Міне былай басамыз қазір. Егер клапанды қосып итеретін болса пружина, онда клапанның астына дәу бір гайка салу керек. Сонда клапан бір қалыпта тұрады. Осылай басып, мына тырнақтарды салып жібереміз. Бұйырса пружиналарды салып тастадық. Енді қазір тура осылай апарып блокқа қатырып тастаймыз. Прокладкалерді былай майға сіңдіріп қойғанбыз. Өзім пакетін былай кесіп, ішіне тағы бір пакеті бар. Мына жерден тесіп май құйдым. Майға сіңдірмей ақ қойса болатын шығар, білмеймін, мен өзім олай қойып көрмедім. Осылай постоянно майға сіңдіріп қоямыз. Бұл әдістен ешқандай жамандық көріп жатқан жоқ, сол себепті майға сіңдіріп қоямыз. Бірінші поршынды ең жоғарғы нүктеге шығарып алып, көз жеткіземіз. Меткалар өз орнында тұр ма, тұрған жоқ па міне. Астында коленвалдың меткасы өз орнында тұр екен. Поршындарды кішкене түсіріп қойдық. Головканы толық қатырып болғасын, распредвалдың меткасын қойып алып, сосын поршындарды шығарып, коленвалдың меткасын қоямыз. Өйткені клапан поршынға тиіп қалуы мүмкін. Головканың болттарын қататын жерге әкеп қойдым. Тағы да айта кетейін, ортадан бастап қатырамыз, асықпаймыз, спиральмен сыртқа қарай айналамыз. Бірден бір болтты қатырып тастаудың керегі жоқ, бәрін бір қалыпты қатыру керек. Бірінші айналымда 45 градустан қатырамыз, келесі айналымда тағы да азайтып, солай қатырамыз. Артына турба тығып тартудың керегі жоқ, осындай ұзындық жеткілікті. Өлшеп тартатын құрал бізде жоқ. Оның шамасын мына қолдың тамырына қарап білеміз. Тамырлар ісінгенше тартамыз, соны жеткілікті деп ойлаймын. Болттарын қатырып болдық. Компенсатор коромыслдарды өлдірмей тұрып, распредвалды клапанның үстерін майлай жіберу керек. Өйткені бірінші май жоғарыға көтерілем дегенше, мына жерде кішкене смазка болып тұрған дұрыс. Енді гремді өлдіру үшін распредвалдың шкифін өлдіру керек. Оның үшін бізде мына артында қаңылтырды өлдіріп алу керек. Бұл жерде бізде метка бар. Онсыз біз распредвалдың меткасын қоя алмаймыз міне. Мына жақта бір меткасы бар, ана жақта екінші меткасы бар. Меткалар бізде міне коленвалдың мына точкасы, меткасы. Мына бір темірге қаратылады. Жоғары жақта распредвалдікі. Мына жерде бір кішкентай точка бар. Міне. Бұл мына жақтағы темірдегі точка қаратылады. Мына жақта сондай точка бар. Ол да арт жақта тұрған міне сарымен белгіленіп тұр үстінен. Осы метка қаратылады. Гремін салып қойдық. Жалпы меткалардың бәрі орнына келгесін, алдымен коленвалға гремді толықтай кіргізіп аламыз. Сосын нәтижеліге қарама-қарсы жағынан распредвалға қарай грем тартып бастаймыз. Сосын распредвалға келген кезде ақырын кіргіземіз. Толықтай кіргізіп жіберудің керегі жоқ, жартылай немесе одан да аз. Сол кезде меткаларына қарап отыру керек міндетті түрде.
сосын екінші распредвалға өтеміз. Оған да кішкене кіргізіп, сосын нәтижелілге өткіземіз. Сосын барлығын бірден итеріп кіргізіп жібереміз. Сосын нәтижелілде бізде мынандай алям бар, кішкентай міне. Осыны оңға қарай тартып тұрып, гайкасын қатырамыз. Сол кезде бізде грем қатады. Барлығын ілдіріп, нәтижелілде қатырып болғасын, моторды қолмен міндетті түрде айналдырып көру керек. Бір-екі рет айналдырып келу керек. Меткалар өз орнында тұратын болса, ары қарай уже оталдыра беруге болады. Коллектордың астындағы форсунг тұратын бөлшегін жабыстырайын деп отырмыз. Қазір мына жерде прокладкасының астына герметик жағып қойдық. Мына жаққа да герметик жақтық. Өйткені мына жерден су жүреді. Ертең су өтіп кетпеу үшін, ауа сорып кетпеу үшін герметикті аямай жағып тастадық. Форсунглардың бәрін салып қойдық. Мына жерде енді форсунктың проводтарын қазір салып жіберуді ұмытпау керек. Өйткені мына жерде қазір коллектор тұрады, астына қол жетпейтін болып қалады. Меткалардың бәрі дұрыс тұрған кезде бізде трамблер бірінші свечаны шағу керек. Мына жақта бізде екі масса бар. Біріншісі мынау, міне. Екіншісі мынау. Осы екі массаның біреуі қосылмай кетсе, бұл көлікте бензин насос істемей қалады. Май суын құйып қойдық. Қазір бұйырса оталдырамыз. Ал бұйырса пісімлі деп оталдырамыз. Баратын жеріне майы барып, кішкене дауысы әдеміленіп жатыр. Жалпы май суына қарсы қарап отырамыз. Суын қыздырып, суытып, суын қарсы құйып отырамыз. Жалпы осылай әдемі істеп тұр. Видео біреудің пайдасына жарап қалар деген үміттеміз. Ұнаса лайк басып, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.